Балалар, қазір қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың ортақ тақырыбы уақыт. Бөлімше түбір мен қосымшаның жазылуы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтінді қатесіз жазып, түбір сөзді табасың, өлеңді құрастырып, сауатты жазасың. Ендеше балалар, біз кеше не туралы өттік, есімізге түсірейік. Яғни қосымша жалғағанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгеретінін білдік. Мысалы, кітап кітабы, парақ парағы, әріп әрпі, халық қалқы. Жақсы балалар, ережені жаттап, ереже дәптерге жазып алды деп ойлаймын. Ендеше дәптерімізді ашып, 24 қараша оқу тапсырмалары деп Т әрпінің бас әрпін және кіші әрпін каллиграфиялық сәтке әдемілеп көркем жазамыз. Жазып болғаннан кейін оқулығымыздың 90-шы бетінде 37-ші жаттығу. Бұл жерде балалар мәтінді қатесіз әрі көркем жазып, мәтіндегі түбір сөздерді табамыз. Бұл тапсырманың дескрипторы мәтінді сауатты жазады, көркем жазады және түбір сөздерді табады. Балалар, бірінші оқу тапсырмасын орындап болғаннан кейін, екінші оқу тапсырмасы оқулығымыздың 90-шы бетінде 38-ші жаттығу. Бұл жерде бірінші бағанда пішіндер берілген. Пішіндер әртүрлі түске боялған. Бағаның екінші жағында өлеңнің жолдары берілген. Яғни пішіндерді сәйкестендіріп, өлең құрап жаз. Бұл тапсырманың дескрипторы пішіндерді сәйкестендіреді, өлең құрап жазады, сауатты жазады және көркем жазады. Сонымен қатар балалар, көшіріп жазып болғаннан кейін бұл өлеңде қарамен жазылған сөздер бар. Осы қарамен жазылған сөздерді түбірін ажыратамыз. Сонымен балалар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабағымызда берілетін кері байланыс қосу, жартылай қосу және алу таңбасы арқылы жүреді. Қосу таңбасын таңдаған бала, яғни маған бәрі түсінікті болды. Жартылай қосу таңбасы әлде де сұрақтарым бар. Алу таңбасы, яғни әлде де қиындықтар бар. Осы таңбаларды таңдап, балалар, тапсырманың соңында кері байланысты жазуды ұмытпаңдар. Сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дайындалыңдар.